Баршаңызға сәлем, сіздермен Даму KZ арнасы. Сіздерді сабақта қолдануға болатын өзін-өзі бағалау смартфонымен таныстырғым келеді. Видеоны қарамастан алдын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып өтіңіздер. Өзін-өзі бағалау парағы қолдануға өте тиімді. Әр тапсырмаға мұғалім қойған балдарды оқушылар өздері жаза отырып, өзінің бағасын жазады. Одан кейін өзінің мұғалімнің бағасы қойылады, астына оқушының есімі жазылады. Есімі толықтай жазылғаннан кейін сабақтың соңында алған әсері қандай болды, соны смайлик арқылы белгілейді. Бұл жерде ақ түсті смартфон қыз балаларға арналып жасалынса, ал қара түсті өзін-өзі бағалау парағы ұлдарға арналып жасалынған. Бұл жерде сіздерге түсіндіріп кетейін. Мысалы, сіздерде 3 қана тапсырма болатын болса, қалған 4-ші, 5-ші тапсырмаларды осындай кішкене стикермен немесе жаңағы арты жабыстырылатын қағаздар болатын болса, осылай бетін жауып қоюға болады. Мысалы, 5-ші тапсырма қажет болмайтын болса, осылай бетін жауып тастайсыздар. Себебі сіздерде 3-ақ тапсырма болатын болса. Бұл өзін-өзі бағалау парағы барлық сабаққа қолдануға болатын көрнекілік. Осындай өшірілетін фломастермен қате кеткен тұстарын өшіруге және де екінші басқа оқушы қолданатын болса, осылай өшіре отырып қолдануға мүмкіндік бар. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып өтіңіздер.